Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бүгінгі видеоның басты жаңалықтары. Барселона Левандовски үшін басты үміткер. Де Лигт Баварияға ауысуға дайын. Достар, бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіз жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбай, біз бастаймыз. Фабрицио Романо Антонио Контенің клубтан 4 ойыншыдан тезірек құтылуды сұрағанын хабарлады. Оларды оңтүстік Кореяға турға апарған жоқ. Контенің қара тізіміне Уинкс, Регилон, Ло Челсо және Ндомбеле кірген. Барлығы жаңа клуб іздестіруде. Жартылай қорғаушы Поль Погба Туриндік Ювентуспен келісімшартқа отырды және медициналық тексеруден өтті. Бұл туралы Фабрицио Романо хабарлады. Айта кетейік, Поль Ювентуске еркін агент статусымен қосылды. Барселона бас бапкері Хави Эрнандес Миральян Пьяничке маусым алдында мүмкіндік беруге, тіпті келесі маусымға оны командаға қалдыруға дайын. Бұл туралы Mundo Deportivo басылымы хабарлады. Еске салайық, бұған дейін Пьянич Бешикташқа жалға берілген болатын. Осы жазда ол Барселонадан кететіндердің бірі болған. Манчестер Юнайтед Пауло Дибаламен келіссөздер жүргізіп жатыр. Келіссөздер сәтті аяқталуға жақын. Футбол Италия басылымының хабарлауынша, Челси мен Интердің Дибалаға деген қызығушылығы айтарлықтай төмендеген. Миланда аргентиналық шабуылшыны алу идеясынан бас тартты. Реал Мадрид осы жазда Марко Асенсионы сатуға дайын. Мадридтіктер испандық үшін 50 миллион еуро сұрап отыр. Бұл туралы Марка басылымы хабарлады. Мадридтіктер Дани Себаласты сатуға дайын. Оның бағасы 15 миллион еуро. Асенсионың өзі басқа клубқа ауысқысы келеді. Оған көбірек ойын тәжірибесі қажет. РБ Лейпциг шабуылшысы Брайан Броби осы жазда клуб ауыстыру мүмкін. Шабуылшыға Манчестер Юнайтед қызығып отыр, деп хабарлайды Daily Express басылымы. Дереккөздің хабарлауынша, ойыншыны сатып алуды Эрик тен Хагтың өзі қалап отыр. Интер Самир Хандановичпен келісімшартын ұзартқанын хабарлады. Словакиялық қақпашы 1 жылдық келісімшартқа қол қойды. Енді жаңа келісімшарт 2023 жылдың жазына дейін жарамды. Бұған дейін Интер қақпашы Адриан Анананы сатып алған болатын. Испаниялық бақ Манчестер Сити Севилья қорғаушысы Жюль Көндеге қызығушылық танытып жатқанын хабарлады. Ойыншыны келесі трансферлік терезеде сатып алғысы келеді. Дереккөздің хабарлауынша, француз Натан Акені алмастыратын ойыншы ретінде қарастырылуда. Бұған дейін Көндеге басты үміткер Барселона екендігі хабарланған болатын. Алайда кейін ойыншы үшін күреске Челси де қосылды. Мадридтік Реал шабуылшысы Марко Асенсио осы жазда Премьер-лигаға ауысуы мүмкін. Ойыншыға Ньюкасл үлкен қызығушылық танытып отыр. Жарияланған ақпаратқа сәйкес, Ньюкасл 26 жастағы испандық үшін 25 миллион еуро ұсынып отыр. Қақпашы Томас Стракоша Лациодан жазда келісімшарты аяқталғанына байланысты кеткен болатын. Daily Mail басылымының хабарлауынша, албаниялыққа Манчестер Юнайтед қызығушылық танытып отыр. Бұдан бөлек қақпашыны Фулхэм мен Челсиде сатып алғысы келіп отыр. Sky Sport басылымының хабарлауынша, Бавария Дайо Упамеканоны сатуға дайын. Ойыншыны лондондық Челси сатып алуы мүмкін. Егер Де Лигт Баварияға келетін болса, Дайоның трансфері жүзеге асырылады. Ендігі кезекте басты жаңалықтар. Матейс Де Лигт Туриннен кеткісі келеді. Бұны көрген Бавария ойыншыны сатып алуға дайын. Мюнхендіктер 22 жастағы голландиялықты қызықтыру үшін қыруар жалақы ұсынып отыр. Ал Ювентуске ойыншы үшін 90 миллион еуро төлеуге дайын. Егер бұл ауысым жүзеге асса, онда Де Лигт Бундеслига тарихындағы ең қымбат трансфер болады. Де Лигттің туриндіктермен 2024 жылға дейін келісімшарты бар. Және Картсиньор голландиялық пен Бавария арасында келіссөздер жүріп жатқанын біледі. Ювентус ойыншыны сатуға дайын. Бірақ немістер әлі ешқандай ұсыныс жасаған жоқ. Айта кетейік, Бавария төлегісі келген 90 миллионның 15 миллионы бонус. Сондықтан дәл қазір Бавария 75 миллион төлеуге дайын. Бірақ Ювентус 2019 жылы голландиялықты Аякстан 75 миллионға сатып алған болатын. Сондықтан туриндіктер немістерден 80-90 миллион сұрауы мүмкін. Барселона аздап болса да Левандовски үшін таласта алға шығуда. Блауграна Баварияның келіссөздерде оңай берілмейтінін біледі. Сондықтан әр қадамын жоспарлап басуда. Барселона ойыншы мен оның агентімен толықтай келісімге келіп қойды. Енді Пине Захавимен бірге Баварияны көндіруге тырысуда. Левандовски Альянс Аренадан кеткісі келетіндігін хабарлағаннан кейін
Барселона өз ұсыныстарын жасай бастады. Барселона бірінші 30 миллион, екінші 32 миллион. Үшіншісінде Пене Захавидің өтінішімен 40 миллион еуро ұсынды. Бавария алғашқы екі ұсынысты мүлдем көзге ілмеген, ал үшіншісінде сәл-пәл ойланып қалды. Мюнхендіктер бағаны 50 миллионға жеткізгісі келеді. Sport One басылымына сенсек, Барселона Левандовски үшін төртінші ұсынысты алдағы бірнеше күнде жасайды. Бұл ұсыныста трансфер құны 50 миллион еуроға жетуі мүмкін деп күтілуде. Арсенал Артета үшін тағы бір жұлдыз тапты. Челси қазір қиын жағдайда басынан өткізуде. Стэнфорд Бриджде үлкен өзгерістер болып жатыр. Роман Абрамовичтің кетіп, басқа басшылықтың келуі Челсидің трансферлік саясатын толықтай өзгертті. Көптеген ойыншылар келісім-шартын ұзартпай командадан кетіп жатыр. Кетуі мүмкін дегендердің бірі N'Golo Канте. Кантенің Челсимен 12 айы қалған келісім-шарты бар. Французға Арсенал қызығып отыр. Испандық маман Арсеналды қайта құрғысы келеді. Оның алған үлкен трансферлердің бірі Габриэл Жезус. Канте Тухелдің командасындағы маңызды ойыншы болғанымен, оның келісім-шартына байланысты ойыншы командасын ауыстыруы мүмкін. Кейбір басылымдардың хабарлауынша Манчестер Юнайтедте Кантені сатып алғысы келген. Бірақ бар назарын Френки де Йонгқа аударып, француздан бас тартты. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.